қайырлы күн, бүгінгі отырысқа қатысушылар. Ортамызда ауыл шаруашылық министрінің орынбасары Бердалин Аманғалиев келді. Ауыл шаруашылығына қатысты көптеген мәселелер бар. Бүгін таңертеңнен бастап жұмыс тәртібімен бүкіл объекттерді аралап шықтық. Көптеген сұрақтар бар, көптеген мәселелер туындап отыр. Жақында өзгерістер болып келіп отыр. Ветеринария саласы бойынша оның да тоқталып өттік. Аманғалиев Бейсенбай, өзіңізге сөз береміз. Астанадан келіп отырсыз. Көптеген қолдау бәрін сезініп отырмыз. Ауыл шаруашылығына аударып жатқан сол бағытында айтыңыз. Көп рахмет және мақсатұлы құрметті әріптестер, саламатсыздар ма? Енді біздер қазір бүкіл республика бойынша үкіметтің берген тапсырмасына сәйкес ауыл шаруашылық құрылымдарымен кездесіп, қандай біздер осы ережелерімізге өзгерістер жасап жатырмыз, қандай қазір мемлекеттің жасап жатқан қолдаулары бар, қандай біздер субсидия төлеп жатырмыз, бағыттарына қарай қалай соны түсіндіру жұмыстарына жүргізіп жатырмыз. Көптеген өңірлерде бар өзім министр, өзінің әріптестерім барлығы түсіндіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Бүгін өңірде облысына келіп, қанат кезінен бері аралап шаруашылықтарға барып, мақсаттар біздерді өздеріңіз білесіздер, осы мал шаруашылығын дамыту мәселесі осы облыста бірінші орында тұр. Енді мүмкіндік көп, осы тұрған жайылымдық жер көп, ол үлкен потенциал. Егер де біздер қазір осы жаршылықтың көрсеткішіне келетін болатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, индекс физического объема, оны межелеген 2,2-3%-ға берген болатын болса, оны орындалған өсімдіктер 1,4% болған. Яғни айтқанда, ол үшін жоспар болу керек, нақты, ол үшін резерв болу керек. Әйтпесе, ешкім қолданудай показатель жасамайды. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, бірінші егіс шаруашылығына келетін болсақ, бұл жерде де жаңағы диверсификация әртараптандыру қасиетті. Бұрынғыдай бидай еге бермей, қазір мынау мал азығын дайындайтын культураны шығара беруіміз керек. Ол более қазір сіздер өздеріңіз көріп жүрсіздер, қаражаттан келген уақытта да көбірек қаражат берді. Екіншіден масличный егу керек. Ол өздеріңіздер 3 есе 4 есеге қымбат бидайдан. Сондықтан бұл мәселеде айналысуымыз керек. Енді қазір көрдім, 3 проекттерді мемлекеттің жасалып жатқан үлкен қолдауын пайдаланып қалу ретінде жасалып жатқан Қарашаның көшеттің әлмен қарай жоспарын кеңейту шаралары жүріп отыр. Өздеріңіз білесіздер, бір жағынан 2,5% мемлекет бұл кәсіпкерлерге 10 жылға өзінің кредитін беріп, екі жерден ona 85%-ын алған оборудованиесін оны субсидия береді. Ондай мемлекет жоқ шығар. Енді 10 жылға 2,5% береді, теңгеден еще 85%-ын оборудованиесін қайтып береді. Сондықтан бұны пайдалану керек. Жаңа жолшыбек айтқандай көріп жатырмыз, қаншама овощной совхоздар болды бұл жерде, қаншама дүние совет үкіметінде егілген бәрі бос жатыр. Су бар, қасында тұр, километрден су тарту керек емес. Бар біздерде 16 километр суды тартып, каналдан арашениемен асырған азаматтар бар. Сол шығынға қарамай, оның өзі шығын қайтады, себебі мынандай мемлекеттер мынандай көмек беріп жатқанда 85%-ға бұл сият түрде жасап отыр. Сіздерде 1 километр жер емес, 500 метр жерден тұрған көлді пайдалануға болады, олар мысалы. Сондықтан мұны да біздер қарауымыз керек. Сіздерге берген жоспар
сіздер 1400 гектар жер орындады. Сондықтан оның барлығы өздеріңізге жаңағы экономиканы көтеру үшін, жалпы өндірісті ауыл шаруашылығын көтеру үшін керек заттар ол. Екінші мәселе, біздер мынау мал шаруашылығына келетін болсақ, бұл жерде резерв көп. Енді 155 мың қара, 258 мың қой деп тұрмыз. Қойдың да санын қазір 229-ға келіп жатсыздар. Бұның өзі де мына беріп жатқан көптеген мемлекеттің бағдарламасына қатыстыру үшін кәсіпкерлермен сөйлесу керек. Бұндай шанс ешкім бермейді, 2,5%-дан. Енді қазір соны біздер қол жетімді болу үшін барлығы 2,5%-ға қол жетпейді деп игілік дейтін бағдарлама жіберген. 6%-пен 6 жылға 2 жыл каникул. Баяғыда сыбаға дейтін бағдарлама болды бізде. Ол бірақ сол 6%-дан болды, бірақ субсидиясын береміз деді, 15%-ның субсидиясын бере алмады мемлекет. Сонымен қарыз болып қалды, сосын олар 90 күн просрочка болды, оны 60-ап жүрді банктер. Қазір оның барлығын біз жеңілдетіп жатырмыз да, прямой мемлекет ауыл шаруашылығы министрі өзі проценттік ставкасын тиісті банкке өтіріп береді. Кәсіпкерлер ауыл шаруашылығында тек қана таза 5%-мен немесе жаңағы егер бағдарлама сияқты 6%-ға алып жүр. Ол біздің қазіргі жылдық инфляцияның төмен болып тұруымыз беріп отырған ашығымыз. Сосын 2 жыл каникул деген сөзіміз мысалы қойға төлетіп алып сол төлімен есептесек деген сөз. Сондықтан бұның барлығын осы жергілікті атқарушы биліктің ұйымдастыру керек. Бұндай шанс болмайды. Сіздерде басқа біз енді мал үшін товарлы ферманы күшейтіндер, көбейтіндер деп отқан жоқ сіздерге енді. Өзі оған мал үшін товарлы фермамен айналысу үшін оған енді мощный тормоза база еді. Қараша енді учаскелер керек соответствующий үшін. Сосын оған қой шаруашылығымен, ірі қара шаруашылығымен айналысуға болады. Соған жасап тұрып, мән берсеңіз деп өзімнің ойлаймын. Енді мынау бар жаңағы егін шаруашылығымен айналысатын азаматтарға өздеріңіз білесіздер, кен дала дейтін бізде де бағдарлама бар. Оны осы соңғы 3 жылда 40 миллионнан бастап та бүгінгі таңда 2025 жылы 700 миллион теңгеге жеткізді. 85% даму кепілдік береді жаңағы залогын. 15% залогын береді төлейді кәсіпкер. Ауыл шаруашылығы егін егетін шаруа қожалықтар. Ол да 5%-мен береді өздеріңіз білесіздер. 18 айға береміз. Енді осында пайдаланып қалды. Оның егіз-егізде жаңа айтып отқан овощ егу керек, картоп егу керек. Соның бәрімен айналысу керек. Жоспар 2 гектар жер болды, сіздер 1 гектар жер болды. Оның барлығы осының барлығы 200 гектар болды, 200 гектар еді. Сондықтан осының бәрімен айналысу керек. Біз енді қазір 12 шаруа қожалығы сіздерде осы көп 500 миллион қаражат алды. Ол аз. Кейбір облыстар бір облыстың өзі 180 миллион қаржы алып жатырмыз. Пайдаланып қалып жатыр деп оқшылар. Өйткені бұл жерде жаңағы алғанда кредитті. Ол кредитті әдейі жазып қойғанбыз. Зарплата да беруге болады. Ол кредитті құрал бөлшектерді алуға болады. Оны топливоға да жұмсауға болады. Яғни айтқанда сен оны алып егін шығам дегенше пайдаланып барлығын үлестіріп қоюға болады. Сондықтан оған да жаңағы СПК арқылы берілдіріп жатырмыз. СПК себебі АКК-ның несі залоговый требованиясы қатты болатын болса, СПК-ның өздеріңіздің экспорттарыңыз ғой, өздеріңіз осы елді білесіздер, қай азамат
қандай шаруа жасап жатқанын, сондықтан беруге мүмкіндіктеріміз бар. Әдейі сол үшін біз СПК-ны қостық жүрген 6 кредит беретін жаңа механизм болса, сол через СПК береміз. Енді жаңағы неге байланысты жаңа айтып кетті, жанармайға байланысты 428 мың тонна бөлінген болатынбыз. Енді қазір өздеріңіз сол пайдаланып бүгінгі жаңа 53,8% мал азығында жоспарда. Оған да жаңа бөліп жатқан дистрибьютордан жаңа жанармайдан жеңілдетілген 20% жеңілдеу қазіргі сатып жатқан бағаларда нарықта. Сондықтан бұны да пайдаланып қалуымыз керек. Енді мынау жаңағы айтқан 2,5% кредитпен осы Ұлытау облысында 3 миллиард сом ақша 24 жыл бердік. Оның мәлімет бойынша бүгінгі әлі 1,5 миллиард сом ақша игерілген. 24 теңгеден ақшасы. Біз қазір 25-ті беріп отырмыз. Сондықтан қазіргі дайын проект болатын болса, сол 24-тің жаңағы біреу айтты да проектін алмаған болатын болса, оны бере беру. Қазір 25-тің проектісін оны игеріп тастауға бәрі уақыт айтады. Сондықтан оның уақытын беру айтқанша сіздерді айтқан уәдесімен тұрмай жаңағы проектті смету документациямен экспертизасын әкелмеген шығар. бір ай күтіп отырамыз, онда дайын береміз, ақша беру. Енді 25-ші жылға қазіргі 5 миллиард сом ақша сіздерге биыл бөлінген болатын. Соған байланысты біздер де қарап келе жатырмыз, қандай ұсыныстарымызды қарап келе жатырмыз, кімді осы қаражатпен мүмкіндік бар екенін көріп келе жатырмыз. Сондықтан барғаннан кейін енді осы алдағы қыркүйек айында 5 миллиард сом ақшаны біздер жібереміз. Ол өздеріңіз құжаттарыңызды дайындап жатыр. Осы келіскен деңгейде жіберіңіздер, біз сол проекттерді қыркүйек айында басында ақшаларын төлейміз. Енді біздер мүмкіндігінше келгенше Ұлытау облысы осы президенттің үлкен ықпалыменен халықтың өзінің сұраған сұранысыменен ашылғанын білеміз. Сондықтан қиындықтар бар екенін білеміз. Осы күнде баяғыдан бері келе жатқан облыстарда бәрі төселген. Сондықтан біздер қолдан келгенше жәрдем беріп жатырмыз. Қазір енді мынау мал шаруашылығы дейтін болатын болсақ, мал шаруашылығы ветеринарийсіз мүмкін емес жаңағы даму. Себебі біздерге мал шаруашылығы даму үшін малдың өнімі өзінің сатылу құны жақсы болады. Егер де қай затпен болғанда да, егер де ол өзі өтемейтін болса, ешкім ондай кәсіппен айналыспайды. Қазір ет бағасы өсіп келе жатқанның өзінде соның ветеринария саласында жұмыс істеп жатқан. Соңғы биылғы 25-ші жылдан бастап, осы қаңтардан бастап бүгінге дейін 8 мемлекет ашты. Жаңағы продукцияны Қазақстанға жеткізуге. ЕАЭС-ке біздер осы тұрған уақытта оның эффектісін көреміз. Ол сол регионға керек екенін көруіміз керек. Мысалы, егер біздер айтсаңда, біздердің кормовой базасын дайындадық, бізге 5 миллиард сом очень paljon ферма салам десең береміз. Бұяқтан басқа жерде сүт тасу сіздер міндет емес. Осы жерден мүмкіндік бар, осы жерден барған дайындап, осы жерде өздеріңіздің дайындаған сүттеріңізді ішіп. Біздердің ауыл шаруашылық министрлігінің өзінің жұмысы әр регион өзін қамтамасыз етуге азық. Ол бірінші біздің міндетіміз әр жерде тасымал. Сондықтан осы салада жұмыс жасайық. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, көптеген жаңағы жақында 1-ші тамыздан бастап 5% берген мал орталық органдарына кредитті беру бастады. Оборотный
средстваға байланысты жаңағы мал сатып алуға мүмкіндік беріп жатырмыз. Сосын тап сондай оборотный средства лесокомбинаттарға беріп жатырмыз 5%. Бір шаруашылыққа миллиард жарым максималды су. Себебі барлық аудандарының мал алсын, сатып алсын деген ниетпен беріп жатырмыз қазір. Бұл программада жұмыс жасап жатырмыз. Енді кімдер айтатын шаруа қожалықта біз не ұтамыз? Біз жаңағы барлық ауданына малдар тапсырса, болмайтын болса лесокомбинатқа ет комбинатына тапсырсаңыздар 300 теңгеден келісіне сол субсидия береміз. Оның көбейтті өздеріңіз. Қазір жүн мәселесі жөнінде субсидия беріп бастады. Себебі біздерде жүн өңдейтін үлкен фабрикалар басталды, Ақтөбеде басталып жатыр. Алматыда жылытын шығаратын салынып жатыр. Сондықтан осыған сәйкес сояққа тапсырсаңыздар, енді екіңізге келеді, сондықтан соған байланысты уже субсидия бөліп жүрміз. Онда правиланы жақында енгізген боламыз. Жалпы сұраққа жауап берейін. Қандай мазалап жүрген сұрақтарыңыз бар, қандай мәселелерді түсінбей жүрсіңдер, қандай уақыт керек екенін, сол үшін осында әдейі шаруашылықтар барлығы жинап, сол шаруашылықтарда адамдарды түсіндіріп жүрміз. Жаңа кооператив құрып отқан азаматтармен сөйлестік, олардың мүшелерімен сөйлестік, оларға түсіндірдік, қандай осы кооперативтің пайдасы бар екенін. Сондықтан осы ауыл шаруашылық мақсатында, даму мақсатында өздеріңіздің көкірегінде жүрген сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, жауап берейік. Сұрақ қоям деген адам болса, микрофонды қосып. Сұрақ қоюға ескерілер Маңғыстау облысы қожалығында Ұлытау районында орналасқан. Енді бұл ауыл шаруашылығымен көп айналысқан жоқпыз. 4 жылдың көлемінде. Оның ішінде малмен қоса осы соңғы 2 жылда аквакультура дейді ғой, президентіміздің бағдарламасымен мал шаруашылығымен айналысып жатыр. Сосын егін шаруашылығымен 40 гектар жер бар, ол үлкен көлем жер емес. Жаңағы ақша бөлімде қарап отырмын, жаңағы докладчиктердің баяндамаларында үлкен ірі шаруашылықтарға бөлінетін ақшалар. Ал енді орта кіші бизнестерге бөлінетін ақшалар. Біз сияқты енді бастап жатқан, қадам басып жатқан, бізге де сондай бағдарламамен көмектесіп жатса, біз аяқтарынан бір алып кетеміз. Енді менде бір мәселе, 2 айдан кейін зейнеткерлікке шығамын. Енді осы қазір қалада тұрып жатырмын, бір жылда сол ауылға барып, сол өзімнің пионер ауылының қазір күйреп тұр. Енді ауылдың қазір қазақтардың, жастардың бәрі ауылдан қалаға көшкен заман ғой, өтірік үшін. Айналайын ауылым деп тек тарихтары да қалды, өлеңдерде қалды да, ауылға көп азаматтар барып жатқан жоқ. Ол өзінің ауылын көтерім бір, ана родинаны көремін да, қызығы менің ауылым неге одан келді. Сондай бір осындай сіздерден жағынан ба, осы енді басып жатқандар көмек болса, қаражатпен көмек болса, келіп көріп, естіп жатқанын көрсе, осы мамандар келіп, көріп барып ақша бөлсе, міне мынандай сондай мынандай сала жүргізіп жатыр. Міне осы бүгінгі 6 тонна балық өсіп жатыр. Енді Алла қаласа амандыққа қысқа шықса, келер жолы оны тағы 10 тонна балық қосам керек қыламын. Оны келіп көрсе, көріп тұр, сондай қалай именной көмектер болса. Пенсионер жасындағы азаматтарға қандай көмек? Мен Алла қаласа денсаулыққа өзінің бұлай ауылды көтеру басқа да мақсаттарында Алладан жүрегі сұрады, түйесіген бере береді, жүрегі сұрады, жүрегі жеткізген жас ананы көтеру. Алла жүрегі жеткізді, сол шаруашылықта. Осы сұрағым. Жақсы, сұрағыңызға көп рахмет. Біріншіден, өзіңіз білесіздер, 12 маусымда делегат жылы біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт осы аквакультура заңына қол қойды. 60 күннен кейін августте күшіне енді
жерде аквакультура развитиеліктің бүкіл саласын жазғанбыз. Мемлекеттің қандай жерде қолдауы бар. Біз жаңағы бүгінгі дейін жаңағы көлде аулау, сол тоғанда аулау, болмайтын болса Каспийде аулау жөнінде айтып жүрміз. Қазір мына аквакультурашылықтың барлығы ауласында кәсіпкерлікпен айналысып жатыр. Ваннаны қояды, сосын сол жерде жаңағы шабақ сатып алады, жаңағы жемін сатып алады, сосын соны өсіреді де оны сатады. Бұл да бизнестің бір мәселесі, оған ештеңе келмес. Сол үшін бұл аквакультура қысты күні керек емес, оған көңіл кетеді. Сондықтан оған бір үлкен помещение салу керек емес. Жаздың күні ыстыдан жауып қойсаң үстін күн түспейтіндей болып тұр. Солай айналысады бұны. Сондықтан бұл жерде ешқандай проблема көріп отырған жоқпыз. Егер де ауыл аманат программаны беріп жатыр 2,5%, 9 миллион теңгеге алуға, меніңше сол аквакультурамен айналысуға болады. Ал енді сіз масштабына айналысамыз десеңіздер, қоғаммен қарау сол үшін әр нәрсенің ережесі бар ғой. Ережеге сәйкес сіз конкурспен тек қана қойып аласыз ол жерде. Сосын конкурспен сізге бекітіп береді. Ал жаңағы мынау ЕСКО бағдарламасына біздер әдейі сол ауыл шаруашылығын дамытуға байланысты біз соны кіргізгенбіз. Өздеріңіз білесіздер, 13 направлениемен жаңағы осы солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі менен 13 направление бекіткен болатын. Соның бірі балық шаруашылығын дамыту. Біздер қарамаймыз ол жаңағы кіші ма 20 миллионда береміз, 100 миллионда береміз деп бере береміз. Жаңағы қандай керек болса 100 миллион болатын болса берейік 100 миллион. Мына сіздер недеріңіз қараңдар, жаңағы проект біз дайынбыз оны финансировать. Біз неғұрлым үлкен ба кіші ма бізге қарамаймыз. Бізге келіп тұрған біздерде неге біздерде 13 направление кіріп тұр жаңағы бағдарламаға. Өйткені бұның барлығы импортозамещаемый продукция. Бізде бұл жерде балық керек, ол да импортозамещаемый. Бізде жоқ балық 5 килограммнан қазір біздер тұтынып отырмыз. Негізі Россияда 28 килограмм, Қытай 44 килограмм пайдаланады. Біздер жетпейді, психологический нормаға да жетпейміз. 14 килограмм болады. Сондықтан жаңағы тауық еті бізде жоқ, 20%-дан жетпейді бізде. Біз осы тұрғыда 420 тонна өндіреміз, бізге 480 тонна керек мысалы өндіруге. Сондықтан импорт сүтке береміз, өйткені біздер осы күнге дейін 630 мың тонна сүтті біздер импорт етіп Россия мен Беларусьтен. Сондықтан біздер қазір 117 фермада тұрмыз, 117 фермада біз 660 тонна сүт, 1000 тонна сүттен импорттап тұрамыз деп тұрмыз. Сондықтан барлығы да импортозамещаемый продукт, сондықтан бізде балық бар, біз дайынбыз. Жаңағы сіздің 300 мың бола ма, 500 мың бола ма, ол шамалы ақша. Ал енді жаңа ғана келіп қарау керек дегенде сол үшін жүрміз біз. Қазір біздерге мына проекттерді облыс ұсынды. Соны қазір каждый проектті көзімді жеткізу үшін жүрміз қазір. Қарап жүрміз. Береміз бе, бермейміз бе? Біреуді жіберіп отырған болса барып қарап кешті. Өйткені біз ол ақшаның жаңағы жауапкершілігі бар екенін ұмытпаймыз. Беріп жатқан ақшаны. Сосын қарап жүрміз. Сосын көргеннен кейін ғана бар. Біз айтамыз, мына проекттің айман қарай болашағы бар. Болмайтын болса, мына проекттің болашағы жоқ деген сөзді өзіміз сонда қорытындыға келгеннен кейін барып ақылдасып отырып, осы жергілікті атқарушы билікпен айман қарай шешімді қабылдаймыз. Сондықтан міндетті түрде қаржыландырудың алдында міндетті түрде қараймыз. Жақсы, болады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Берді мен ветеринарына қатысты екеуі бірге. Біздің Отар облысында әр күнге дейін ауылысында ветеринар лаборатория жоқ. Жалғыз облыс. Бірінші мәселе. Сол күрделі мәселе себебі лабораториясыз жұмыс істеуге ветеринария болмайды. Лаборатория ветеринарияның айнасы деп біздің облыстарында айтып. Енді екінші сұрақ ветеринария анықтаманы беру туралы. Біздің фермерлерге көп кедергі болып отыр. Кедергісі жолда жүргенде жол полиция ұстайды, малды документ салып жасап кетсін. Бұларды дұрыс болады.
енді документ алу үшін ветеринарный станцияға форманы беру рұқсат бермейді. Себебі оларды қазіргі таңда убойный площадка беру керек, убойный площадкада спецпрокуратура жоқ. Соны первый не істеу керек. Енді бұл жерде интернет жоқ, интернет болғанда көп шаруа шешуге болады. Ол өте күрделі мәселе болып тұр, шешу керек болып тұр. Енді жалпы ешкім сұрағым, мына ветеринария қызметкерлері өмір бойы ветеринария бюджет істейді. Айлықтары 90-80 мың болған кездерде бұл қазіргі аспарттың айлықтары жоқ. Солардың бәрі қазір зейнеткерлерге көбі шықты. Зейнеткерлерге шыққанда олардың пенсиясы қарай жаңағы 80 мың 90 мың есептеледі. Мен жерде пенсиямен жұмысқа шығады, пенсияға шығады. Жұмыс істемеген адам не? Өмір бойы сол халықтың асырайын деп, жаман көңіл тиемін деп, өзінің үлесін қосамын деп жүрген қызмет кісілер қазір жұмысмен қатар пенсияға. Соның деңгейін бір көтеруге, мен етумен сонда бір ықпал етуге болады деген ғой. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет аға. Өте дұрыс сұрақ. Бірінші, мына неге байланысты, ветеринарный лабораторияға байланысты. Енді 34 жылда бірінші рет біздер 8 шілдеде биылғы жылы үкіметтің отырысында күн тәртібі ветеринария. Оның өзі біздерде көптеген жұмыстар бар, егін жинау жұмыстары бар, қарайтын шаруалар көп қой жаңағы үкімет. Бірақ енді бұны үкіметтің бұған үлкен ветеринарияға назар аударып отыр деген сөз. Сондықтан назар аударып отырған деген сөз емес, тек қана үлкен көмек жасап жатыр. Жаңа келесі 2026-27 жылға 66-да 3 миллиард сомаша осы ветеринарный объектін салуға беріп жатыр. Ешқашанда болған жоқ, біздерде каждый сельский округта біздерде бір ветеринарный пункт салып беріп жатыр. Оның қасына раскол салып беріп жатыр, себебі ветеринардың істейтін жұмысын жеңілдету үшін әрқайсысының үйінде жүрмесін сөйту сарайына кіріп жаңағы деген мақсатпенен беріп жатыр. Сондықтан біз оны түсініп отырмыз. Екінші мәселе, біздерде тек қана сол материалдық техникалық базаны көтергенде ветеринария пункттер жүрміз, біздер лаборатория жөнінде де үлкен мән беріп жатыр. Былтыр мемлекет 3-8 миллиард сом ақша берді ветеринария лабораторияны жабдықтауға. Биыл 5 миллиард сом ақша берді. 14 жылда бір инструмент алып бермеген. Бірақ қазір 2 жылда сондай ақша берудің өзі біз қазір осы талапты сатып алып жатқан былтырғы биыл сатып алатын оборудование ол дүние жүзінде ең қандай мықты лаборатория бар, оборудование бар, ветеринарный лаборатория, сондай сатып алып жатырмыз. Яғни айтқанда біз ертең дүниежүзілік жануарлар қорғау ұйымы бар, соның требованиясын алып келе жатырмыз. Себебі осы болмаса біз өзімізді Европаға да шығара алмаймыз, дамыған мемлекетке шығара алмаймыз. Жаңа айтқан сол бізде тапсырдық, біреу рұқсат берді, олар рұқсат беру үшін олар 27 мемлекет голосовать етуге Европада. Осы орында нетен Қазақстанға лайық болған шаруа емес. Сондықтан сенім білдіру үшін біз жұмыс жасап жатырмыз. Енді ветеринарный лаборатория біздерде 2 жерде жоқ, Алласымен. Біреуі Маңғыстауда, біреуі екінші осы Ұлытауда. Маңғыстауда новыйдан салайын деп жатыр, олар проектный сметный документациясын жасады, экспертизадан өткізді, келесі жылға ақшасын салды, келесі жылы салып бітіреді. Енді бізде жаңағы Жәнібек Асатұлы екеуміз қайта сөйлесеміз осы жөнінде. Енді биылдың жылдың аяғына дейін Масуд Алла айтып отыр, биыл шешіп береді. Болады ма, Бәке? Сол шешілетін мәселе жылдың аяғына дейін. Сондықтан бұл да керек дүние, дұрыс айтасыз, облыс болғасын, бұның барлығы осы жерде болу керек. Бұл әркім өзінің дүниесін Қарағандыға барып жүруге тиісті емес. Екінші мәселе, сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс, мынау еңбек ақысы. Бүгін республикалық бюджеттік комиссиясы өтілдірген, сол қазір қабарсам өткен шығар, соған мынау 2027 жылдан бастап 23,7 миллиард сом ақша
республикалық бюджеттен бізге жылына беріп тұрады 3 жылға. Себебі қазір тоқ пенен жергілікті ветврачтардың ақшасына біз қайттан қазір ветеринарный нені қарай салайын деп жатырмыз, солай ақша жібереміз. Себебі ветеринарный врачтың сельский округтағы 400 жер бересің, соны шақырылмады. Болмаса болмайды деп жатырмыз. Оны тек қана оны айлығын өтейік деп тұрамыз. Онымен біздер жаңағы Саят Наробекпен барып сөйлестік министрмен. Біз енді кадр мәселесімен сөйлесіп жатырмыз. Бұл комплексный задача. Бұл тек қана ветеринарный пункт салу емес, бұл лаборатория дамыту, зарплатасын көбейту, кадрды дайындау, бұл комплексный зат қой. Біз шеттен шешіп жатқан жоқпыз. Общий шешіп түсу керек бұл мәселені. Егер де біздер дамыған мемлекеттердің арасына қосылсақ, егер де біздің өнімізді алсын деген ешқайсысы мемлекет қазір кепілдік болмаса алмайды біздің өнімізді. Сондықтан бұл жерде де жаңағы егер де грантқа түскен адам болатын болса, мемлекеттің 3 жыл отработка ауылға бару керек дегенді қазір қосайтын жатырмыз. Бүгінге дейін ветеринарный врач стипендиясы оқуға түскеннің 52 теңге болатын болса, 52 мың. Біз айтып жатырмыз, анау врачтар медицинский болмайтын болса, педагогтар неге 86 мың теңге алады студенттер? Біздікінде көтері 86 мың теңге. Бұл айтады, 86 мың теңгеге алу үшін біздер балды көтеру керек, біздер самый низкий да апарып қойдық сіздердің дейді. Біз айтамыз, бізге көтеріп алды. 50 емес 60 қыл бізге де сауатты адамдар керек. Біз оның жаңағы ең соңғысы не керек бізге? Бізге де айлығын дұрыстап берейін деп жатырмыз. Барлық жағдайын жасап жатырмыз. Енді бізге де сауатты, білімді специалист керек деп оларға стипендия, оказывается, балмен екеуін қосып қояды екен. Проходной бал өскен сайын стипендия өседі екен. Сондықтан бұны біздер жұмыс жасап жатырмыз. Біз комплексно анау институт, қазір 21 институт бар. Баяғыда осы Қазақстанда ұшақ институт ауыл шаруашылық, жаңағы осы ветеринарға дайындайтын Алматының Азви болып, анау Целиноградта болып, сосын Семейде болып. Қазір 21 болып, бірақ олардың базасы өте нашар. Ешқайсында стационар жоқ, ешқайсында учебный центр жоқ. Бәрі кабинетте оқытады, мына жерде былай егесін, былай егесін деп таблицамен олай үйрене ме? Олардың базасы бар, бағасын екпегесін. Сондықтан онымен де сөйлесіп жатырмыз. Жалпы бұл ветеринария саласы жөнінде үкімет өзінің назарына ұстап отыр, қаражатты қазір беріп отыр. Сондықтан біздің өзіміздің жаңағы қойған жоспарымыз бойынша 27 жылы біздер бәрін бітіреміз. Толайым қазір осылай жоспарлап қойған затымыз бар. Сондықтан оның ішінде цифровизация бар. Сондықтан осындай жұмыстар жасап жатырмыз. Ана интернетке де байланысты да сол. Ол ветеринарный справкы цифровизацияға байланысты. Себебі біздер жаңағыдай қолдап печать мөрі қойып беріп, сол мөрмен жүре беретіндей заман кетті қазір. Сондықтан ешкім қолына алмау керек. Анау қазір цифровизацияның әлі до конца жаңағы болмағанын көрсетіп тұрды. Себебі біздер оны жаңағы МВД-мен қосуымыз керек. Жолшыға кетіп баратқанда ол планшеттен көріп тұру керек, қандай машинамен, қандай кетіп барады, сізден документ сұрамау керек, өйткені ол көріп отыру керек. Ол біздерде взаимодействие бар. Жаңағы ұрлыққа тосқауыл қою үшін сол ветеринарный жаңағы базада бар ма, ол справка берген форма номері дейін жоқ па, соның бәрін көріп отыру үшін біздер сол цифровой үлкен жұмыстар жасап отырмыз. Оны бәрін білеміз. Біздер Қазақстанға ештеме ойланып жаңадан бірді істеу емес, ол дүние жүзінде оның барлығы уже бар. Біз содан бір жақсы цифровой решенияларды тауып, өзіміздің специалистерді қосып, соны әкеліп енгізіп жатырмыз. Сондықтан оның барлығы қазір енді біздер интернет жоқ дейміз, интернетті қазір келіп жатыр ғой, Масктың интернеті келіп жатыр, ақша болатын болса қазір любой жерде қосыласында 48 мың теңгеге любой жерден отыруға сөйлесесің. Ақшаңды төлесең қазір бәрі бар қазір. Сол сияқты шамалы уақыт, бірақ біздер сол біздің өзіміздің жоспарымыз бойынша үкіметтің берген бізге уақыты осы 26-27 жылы бүкіл мировой уровеньге жетеміз. Сондықтан осындай шамалы нелер бар, қиындықтар. Себебі анау төрттілікте жұмыс жасамайды совершенство. Өйткені ол жеңіл болу керек. Кнопканы басып қойғаннан кейін бәрі шешілу керек. Мысалы айтайық, қазір неге біздер Каспийге көшіп кеттік бәріміз? Потому что ол удобно.
ол үлкен апамыз да, үлкен әжеміз де келеді де кетеді де кете береді. Біздің системаларымыз өте қиын. Ол үшін бір целый жаңағы не болу керек та, цифровик болу керек та, мысалы. Анаған кіруің керек, манадан шығу керек, бір ИСЖ-менен жұмыс жасап жатсаң, оған ИАСУ-ға кіру үшін ананы сөндіріп тастау керек, ИАСУ-ға кіруің керек. ИАСУ-дан анау ИСЖ екеуі взаимодействиесі жоқ. Сондықтан бір көптеген қиындықтар бар. Но бірақ енді онымен жұмыс жасап жатырмыз. Біз енді күнделікті жұмыс жасап жатырмыз. Бізге нені қойды, жаңағы міндетті қойды. Солай біздің ойымызша бір 2 жылда соның бәрін жоқ қыламыз. Рахмет. Так, кімде бар сұрақтар? Біріншіден үлкен рахмет, біраз сұрақтар болды. Мен ойлап отырмын, ол сұрақты жаңа біраз айтты ғой, жігіттерден айналысып жатыр. Егер жеке қабылдау болса, бір 5-10 минут кіріп шықсақ, сіздің. Ал былайша өтпеу дұрыс сияқты ғой. Жақсы. Шаруа жасалып, жігіттердің еңбегін табыс керек. Рахмет. Әріптестерге рахмет. Бүгін уақыттарыңыз бөліп осындай шараға